бір саудагер болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көруді қатты армандайды ше. Сөйтіп Алланың қалауымен қажылыққа барады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды зиярат етеді. Сөйтіп ұйықтап жатып түс көреді ғой. Я Алланың елшісі, менің сізден сұрайтыным бар дейді. Сұрайтыным бар еді дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсінде айтқан екен. Қандай сұрайтының десе, сіздің ең жақсы көретін салауатыңыз маған айтыңызшы дейді. Мен сол салауатты әрдайым айтып жүрейін дейді. Сол кезде сен Дамаск қаласына барсаң, қалай еді? Шам деген бір адамды табасың дейді. Бір университетте сабақ беретін бір ғалым кісі екен де. Бұл Шамның Шамы деген, Шам деген. Енді сол кісіге барады, сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жақсы көретін салауатын біледі екенсің ғой дейді. Қандай салауат дейді? Көп қой салауат дейді былайша айтқанда. Қандай дәлелің бар былайша айтқанда? Менің білетіндігіме. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсімде көрдім, ол маған сендің білетіндігіңді айтты дейді. Сен ол салауатты әрбір түні 1000 рет айтып жатады екенсің дейді. Сонда ана кісі былайша айтқанда жылап қалады ғой. Тіпті мен бұл салауатты айтатынымды қасымда жатқан әйелім де білмейтін еді дейді. Әйелім де білмейтін еді. Сөйтіп осы салауатты үйреткен екен. Ал, бисмилля. Осы дұғаны айтайық енді, осы салауат. Аллахумма солли аля сайдина Мухаммадин ан-набийил уммiyil хабибил махбуб ал-алийил қадри ал-азимил джахи ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Осы дұғаны, иншалла, кімде-кім 1000 рет айтып жүретін болса, көреді түсінде. Дәл осыны айтып жүр, оны осындай бір уағыздарда айтылған ғой, ұстаздарымыз айтқан ғой жамағатқа. Сөйтіп, анау жамағаттар кеп тұр дейді. Ұстаз, біз көрдік пайғамбарымыз деп. Дәл осы салауаттан кейін. Ау? Аллахумма солли аля сайдина Мухаммадин ан-набийил уммiyil хабибил махбуб ал-алийил қадри ал-азимил джахи ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.